Туғаннан бастап балаға профессиональный массаж жасаудың қажеті жоқ. Анасының жай ғана сипалап жасағанның өзі балаға аса пайдалы болады. Бұл сипалаудың өзін үйде жасай берсеңіздер болады. Мен сіздерге суставная гимнастиканы көрсетейін. Вот осы гимнастиканы жасаған балаға өте пайдалы. Ең алдымен аяғынан бастаймыз. Әр аяғын бөлек ішке қарай жинаймыз. Бір аяқтан жұмыс жасаймыз. Тізеден түсіреміз. Стопаны алға, артқа қимылдатамыз. И стопаны айналдырамыз круговоймен. Бүкіл движениемізді жай асықпай жасаймыз. Осы жасағанымызды екінші аяғына қайталаймыз. Топотушки жасауымызға болады. Скользящие движения жасауға болады. Әр аяқты бөлек-бөлек қимылдаттық. Перекрестный разгибанияны үйреттік. Енді тазобедренный суставқа бір аяқты фиксация жасаймыз. Екінші аяқты айналдырамыз. Тазобедренный суставты. Баланың бергенінше айналдырамыз. Егер бала қатты мазасызданып жылайтын болса, онда жасамаймыз. Книжка етіп ашуымызға болады. Все, молодец. Қағып жібереміз, балаға успокоение береміз. Енді қолдарына көшеміз. Қолдармен жұмыс жасағанда желательно вибрациямен жұмыс жасаймыз. Өйткені қолдың тонусы аяққа қарағанда жоғары болады. Құшақтаймыз. Жүгіреміз бір орында. Жоғары көтереміз қолды. Бір қолды фиксация жасап, вибрациямен ашамыз. Екінші қолны қайталаймыз. Сосын балдардың тонустары жоғары болғаннан кейін алақандар постоянно жабық болады. Осы алақанды ашу үшін балаға алақанды массаж жасаймыз. Массаж жасау техникасы баланың алақанына массаж жасауға болмайды. Керісінше бас саусаққа ғана жасаймыз. Бас саусақты ашамыз бірнеше рет. Сосын әр саусақты ашамыз. Фиксация жасап алақанды ашамыз, жұмамыз, ашамыз, жұмамыз. Осы массажын жаттығуын жиі қайталайтын болсаңыздар, бала алақанын тез ашатын болады. Ішпен жатқан кезде тазобедренный суставты фиксация жасаймыз. Аяғынан ұстап, жерден зырғанатып, аяғын осы қолмен фиксация жасаймыз. Екінші қолмен баланың мизинчигінен ұстап, жерге тигіземін. Бұл положение супинация деп аталады. Осы супинацияны балаға туғаннан бастап көрсетсем, ертең бала аунайтын кезде, сағат тіліне шығатын кезде осы башпаймен итерілетін болады. Екінші аяғына жасаймыз. Тазобедренный суставты зафиксировали, аяқты фиксация жасадық. Мына жақтан табанын жерге тигіздік. Осылай ұстап, бірнеше секунд тұруға болады. Енді қолын опораға қоямыз, қолын фиксация жасаймыз. Алдынан мотивация болу керек. Баланың
қолындағы весін, перенос весі жасаймыз. Бүкіл салмақты бір қолға итереміз. Екінші қолы босайды. Осы босаған қолымен ойыншыққа қарай созыламыз. Балаға туғаннан бастап тяганы үйретіп жатырмыз. Бұл тяга бізге ертең аунаған кезде, ішпей жатқан кезде алдағы ойыншықтарға қолымен созылу үшін керек. Енді екінші қолына жасаймыз. Опораға қойдық. Перенос веса екінші қолымызға жасадық. Енді бос қолымызбен алға қарай итерілеміз. Все.